Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, арасында вареный сгущенкасы бар, өте жұмсақ үгітілмелі рогаликтерді бірге дайындаймыз. Каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен ұн өткізіп аламыз. Үстіне 2 ас қасық қант салып, және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды немесе ерітілген сары майды салып, жақсылап қолымызбен мыжып қамыр жасаймыз. Бізде ұн мен май араласып осылай үгітілмелі қамыр шығуы тиіс. 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, сондай-ақ 1 жұмыртқамызды жарып, қаймақты салып, барлығымен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Сіздерге қажетті заттардың барлығын описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп, нақты мөлшерлерін көріп, бірге жасасаңыздар болады. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Қамырды салафан қалташасына салып, 20 минутқа тоңазытқышқа саламыз. 20 минут уақыт өткен соң, үстеліміздің үстіне аздаған ұн сеуіп, біздің жұмсақ қамырымызды ұнға осылай аунатамыз. Себебі қамыр сәл қолымызға жабысатындай жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды тура ортасынан 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп, шамамен 2-3 мм етіп, оқтаумен сып аламыз, және дәл осылай пицца кескендей кесеміз. Мен осындай деп фирмасының сапалы варенкасын пайдаландым, немесе Рогачев фирмасының осындай варенкасын пайдалансаңыздар болады. Бұлар өте сапалы, жақсы варенкалар, яғни қамырымыздан ағып кетпейді. Қанша салсаңыз да молырақ салып жасай берсеңіздер болады. Және сникерс пирогтарында осы варенкамен жасаймын, өте дәмді болып шығады. Қамырымызды барлығында дәл осындай формада рогалик ретінде жасасаңыздар да болады, печенье ретінде де жасасаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градуста шамамен 30 минут аралығында пісіп шығады. Осымен біздің рогаликтер дайын. Назарларыңызға көп рахмет.